фильмнің түсірілім тобы ауруханада. Өздеріңіз түсінгендей, бүгінгі кейіпкеріміз дәрігер. Оның жұмыс кестесі өте тығыз. Бүгін Қазақстанда күрделі ота жасап, ертеңінде шетелдік конгресске қатысуы ғажап емес. Өйткені ол танымал нейрохирург Мыңжылқы Бердіқожаев. Мыңжылқы тауындай биік тұлға болсын деп аян беріліп қойылған ерекше есім, есіне таудай жауапкершілік жүктеді. Табыс пен абырой әкелді. Көптің бірі емес, бірегейі етті. Әлемді мойындатқан жоғары санатты дәрігер 5,5 мыңнан астам сәтті ота жасады. 170-ке жуық халықаралық конференцияға қатысып, тәжірибесімен 200-ден астам шеберлік сағатында бөлісті. Мыңжылқы Сайлаулы, бала кезде өрт сөндіруші болуды армандапсыз. Тілсіз жаумен күресіп, адам өмірін құтқарғыңыз келді. Ер жетіп, медицина саласына келдіңіз. Негізі медицинаға кездейсоқ адамдар келмейді деп айтып жатады. Келісесіз бе? Я толықтай келісем. Жалпы алған кезде, егер жүрегінің қалауы болмаса, медицина университетін бітірем дегенше дейін университеттен кетіп қалатын кісілер бар. Болмаса бітіргеннен кейін сәл уақыт клиникада, поликлиникада жұмыс істеп, кейін өзін таба алмай кетіп қалатын кісілер бар. Олар бизнесқа кетіп қалады көбінесе, басқа да бір салаларда жұмыс істеп жатады. Адамның тулы уақытыда мамандық таңдауға өте қатты байланысы бар деп ойлаймын. Өйткені қазіргі таңда нумерология деген нәрсе өте кең тарап кетті ғой. Оның ішінде енді болашақ мамандық таңдаған кезде, мен әйелім сол нумерология шұғылданып тексеріп көрген кезде, менің екі қолым қандай мамандыққа барса болады, менің кішкентай қызым болашақта қандай мамандыққа екен, соның бәрін санмен де тексеруге болады екен. Сол тараптан жалпы мен өзім 15 апрельде туылғам, ол тоқтылар ғой. Олар халықтың алдында жүреді, олардан әскер басы шығады, немесе дәрігерлер, оның ішінде хирургтар шығады деп айтады. Әрине, әртіс болатын кісілер де бар, халыққа өте жақын болатын кісілер шығады деп ойлаймын. Сондықтан ол бір себебі болар. Хирург болатын адамның жалпы мінезі болу керек деп ойлаймын. Өйткені көп нәрсеге көнетін адам, ол әскери адам немесе хирург адам болуы екі талай. Медицина университетінде оқыған кезде, одан кейін бітіргеннен кейін интернатура болды, Ресейде клиникалық ординатура өттім. Сол жерде кездескен кісілер, достарым, коллегаларым, олардың барлығы жалпы қазір осы 42 жаста толып жатырмын, 42-ден 43-ке қарағанда. Осы нейрохирург маманды жалпы президент ауруханасының директордың орынбасары ретінде қалыптасуыма көп ықпалын тигізді деп ойлаймын. Әкемнің де өмір жолы, ол кісі өмір бойы эстрада әншісі болған, халықпен араласа біледі. Мен 8-ші класстан бастап әкеме көмектесіп, ауыл-ауылдарды аралаған кезде бірге ән айтатын, аппаратураның бәрін қосып, кішкентай мектеп бүлдіршіндерді, одан кейін ересектерге дискотека қойып беріп, қасымда достарым бар, барлығымыз көмектесіп, сондай ерте еңбекке баулады. Адамдармен қарым-қатынастың қаншалықты маңызды екен, қаншалықты адамның бетін өзіңе қаратуға болатын, әкемнен үйрендім деп айтуға болады. Әрине, ұшқышта болғым келді, ол да мужская специалист дейміз, ер адамның мамандығы, бірақ түбінде енді дәрігер мамандығы өзіме жақын болып, жалпы физикалық жағынан денсаулығымның жағдайына байланысты барлығы сол екен болғандықтан мен сол мамандықты таңдадым десем болады. Қызметіңізде нені мақтан етесіз? Бүгін ғана Тараз қаласынан пациенткам келді. Анар деген кісі 2015 жылы мен осы Астанада жұмыс істеп жүрген кезде ол кісіні жатқан кушеткамен алып келіп, басы айналып жүре алмайды, сәл қозғалса құсады, сондай кісі болатын. Давлениесі көтеріледі, қант диабеті өте 20-ның тұсында көтеріліп тұрған кезде ол кісі Таразда емделеді, Таразда ем қонбағандықтан Астанаға алып келіп, маған шығады, жатқызамыз. Сол кезде мидың ішіндегі қан тамырлар тарылған кезде, бітелген кезде операцияларды менің
мұғалімдерімнен үйреніп Қазақстанға енгізе бастаған болатынбыз. Сол кісіге жаңағы тамырын ашып ол жерге стенд қойып береміз. Бір 2 апта деген кезде өз аяғына тұрғызып, бас айналғанын бәрі басылып, қолына енді таяқ ұстап үйіне қайтқан болатын. Әрбір мейрам кезінде звондап құттықтап тұрады. Бүгін консультацияға келіп кетті. Шамалы инфаркт алды жақын арада, жүрегіне де аорта короналық шунт қойыпты. Соған қарамастан 8 жыл ол толық инвалид болған кісі, қасында жолдасы бар, таяғымен келіп консультация алып, енді профилактический алдын алу шаралары бойынша ақпан айында келіп тексеріліп жатып кетеді. Сондықтан сондай нәрсені көрген кезде әрине өзіңнің мамандығының қандай әсері бар екенін көресің. Ауырып келген адам өзінің ауруына шипа табатын болса, ол дәрігер адамға көп сенімділік береді, оның жасап жатқан жұмысының бос еместігін көрсетеді. Әлеуметтік желіде өте белсендісіз. Емделушілеріңіз бен оқырмандарыңыздың сауалдарын жауапсыз қалдырмайсыз. Біріншіден мынандай сұрақ туындайды. Уақытыңыз тапшы, үнемі жолдасыз, отадасыз, жұмыстасыз. Қалай уақыт табасыз? Барлығына жауап беру бұл үлкен бір адамгершілікке жатады, менің ойымша. Инстаграм парақшасын, Фейсбукта, мессенджерге кісілер жазып жатады. Оның ішінде әрине 1000 километр, 2000 километр, 3000 километр жерден консультацияға келе алмайтын кісілер бар. Оның ішінде жай ғана суреттерін көрсетіп, суретте егер бір ісік болатын болса, немесе тағы да тамырларының ауруы болатын болса, сол суретті қарап, операция жасау керек дейтін кісілер болады. Қорытынды шешім қабылдау үшін мына науқас кісінің қандай шағымдары бар, ол шағымдар қанша уақытта пайда болды, қалай дамып келе жатыр, қандай симптомдар туындатты, және мына жасаған объективті зерттеулер, оның ішінде томография міндетті түрде. Сосын невропатолог маман қараған кезде не тапты. Сол директор болатын болса, маған жеткілікті. Қолыма қалай телефон түсті, науқас адам ауруханадан шығатын кезде мен міндетті түрде өзімнің номерін беремін. Бірнеше жағдайлар болған, науқас кісі шыққаннан кейін жағдай кейде нашарлап кетуі мүмкін, берген дәрісін ішпей қалуы мүмкін. Сол кезде қатты қиналады. Шәкірттерім бар, олардың барлығына үйретіп қойғам, егер науқасты емдейтін болса, егер оған консультация беретін болса, міндетті түрде обратная связь дейміз, кері байланыс. Телефон номерін беру керек. Науқас адам қалай болса да кері байланысуға мүмкіндігі болу керек. 3 сұрақ қойдым, 3 сұрақтың жауабында сіз жұбайыңызды, Лаура ханымды тілге тиек еттіңіз. Махаббатыңыз соншалықты баянды, енді ол кісінің сіздің ақылшыңыз, кеңесшіңіз екенін білеміз, үнемі қолдап, жаныңызда жүреді, жайлы жағдай жасап, үнемі сіздің үлкен бір қолдаушыңыз десек те болады. Өзі өте қызық кездескенбіз. Мен Санкт-Петербургта оқып жүрмін, 2-ші курста клиникалық ординатордан. Сосын қасымда әскери дәрігерлер болған, солардан сұраймын. Петербургта бәрі орыстар ғой, қазақтың қызы бар ма, кейін үйленіп отбасы құралады. Өйткені әрі-бері шыға алмайсың, сөйтіп сұраған кезде, Қызылорданың бір қызы бар, аты Лаура, маған телефон тауып беріңізші. Мади деген досым телефон тауып береді, мен звондаймын, сөйтсем телефон көтермейді. Сосын келесі күн тағы звондаймын, сөйтіп 6 рет звондаған екен. Ол қысқы каникулға Қызылордаға кетіп қапты. Сөйтіп бір күні метрода кетіп барсам, звондайды. Здравствуйте, вы мне звонили 6 раз. Я звондадым. Мен Мынжылғымын, тоже Қызылордадамын. Танысқым келген деп. Жарайды деп, сөйтіп танысқаннан кейін көп ұзамай мен айтамын. Болды, мен саған үйленемін, сен маған келісім. Дәл солай айттыңыз ба? Не үшін соза береміз, давай үйленейік. Айтады, жоқ, ол үйлену той болу керек, как положено. Мен үйде жалғыз қызбын, сондықтан той жасаймыз деп. Оқуды бітіріп келгеннен кейін екеуміз Қарағандыда үйлену тойын өткізіп, одан кейін қызық болады. Енді Қарағандыдан кеткеннен кейін, сол жерде кафедрада жұмыс істегеннен кейін, қайтып келіп қайтадан Қарағандыда жұмыс істейін бе деп ойлаған кезде Лаура айтады, енді сондай үлкен центр салынып жатыр.
Астанада міндетті түрде сол жерге жұмысқа орналасқан дұрыс. Құдай сәтін салып, өзімнің мұғалімім Тұрсынов Нұртас Исатайұлы сол жерде бас дәрігер болып жұмыс істеп жатады. Серік Қуандықұлы Ақшолақов ол жерде директор болады. Қазір председатель правления дейді, басқарма төрағасы. Кіреміз, сөйлесеміз, болды, жұмысқа аламыз деп, сөйтіп бірден жұмысқа орналасып кетем. Алдында бір талқылаған кезде сіз айтып қалдыңыз ғой, жалпы дәрігер кісі өзінің туысқанына операция жасау керек пе деп. Мен коллегаларымның біраз ата-аналарына операция жасаған болатын. Әрине, олардың біліктілігі еш күмән тудырмайды, бірақ дегенмен де әр адам өзінің туысқанына келген кезде шамалы қобалжу болуы мүмкін. Сол сияқты осы жылдың жаз айында Лаура томография өтеді. Томография өткен кезде басында жаңағы қан тамырында аневризма анықталады. Аневризма мен күнделікті операция жасап жүрген нәрсе ғой. Сөйтіп оны МРТ центр көрмей қалады. Мен жаңа томографияның дискісін қарап отырып, аневризма бар, операция жасау керек деп айтам. Ертең больницаға жатқызамыз, мен өзім жасап беремін деп. Сөйтіп ол айтады, жоқ, мен тәтем айтып отыр, бәлкім бір коллегаларын, достарын шақырарсың деп. Сөйтіп енді ондай ой айтылған кезде мен міндетті түрде тыңдауға тырысам. Бірден Германиядағы мұғалімім, өз досым Рене Шапо деген профессор бар. Ренеге жазам, осындай жағдай болып жатыр, Лаураға операция жасау керек. Ол операцияда тұрған 2 сағаттан кейін жауап берді. Болды, мен келем, операцияға дайындайық, осындай инструмент қолдану керекпін. Соны дайындап қойсаң, мен 1 аптаның ішінде боламын дейді. Сөйтіп, ол кісінің билеттерін барлығын ұйымдастырып, осы 2 июльде ол кісі келіп, екеуміз бірге операцияға кірдік. Нұржан деген коллегам бар, Сүлейманқұлов, үшеуміз кіріп операция түфай барлығы сәтті өтті. Операцияға жуынған кезде мен эмоциялық жағын алып тастауға тырысам. Ол бәлкім мына кәсіби нәрсе болуы мүмкін. Науқас адамның операциялық поле дейміз ғой, соны жапқаннан кейін маған психологиялық жағынан өте қауіпсіз дейміз ғой. Қауіпсіз, ол науқас кім екені, ол науқас қандай лауазымда екені, ол науқастың қанша бала-шағасы бар, соның барлығын ойламауға тырысам. Өйткені оның барлығы үлкен кедергі жасайды. Сол сияқты да әйеліме операция жасаған кезде Лаураға мен ондай нәрсені ойлағаным жоқ. Тек ауру бар, соны емдеу керек. Егер бәрі сәтті өтетін болса, ол туысқаның ба, басқа науқас па, барлығына бірдей қарым-қатынаста болғандықтан ешқандай қобалжу тудырған жоқ деп ойлаймын. Мыңжылқы сайлаулы ұжымының қадірлісі, білгір басшы, біліктілігімен ғана емес, тұлғалық тұрпатымен де көпке үлгі. Мен басқа кардиохирургиялық орталықта істеп жүрген кезде біздің бір науқаста ауыр инсульт болып қалып, соған көмек жасаған. Ол айтқанда бірақ оқиға, бірақ сондай қаншама науқастарға көмектескенін білем. Көп рет келіп сондай ауыр науқастарды аман есен алып қалды десек болады. Ол өзім соған куәмін. Сонымен қатар жаңағы дүниежүзілік айтатын болсақ, жаңағы Америка құрама штаттарында, Қытай, Индия, жаңағы Аргентина, сол жақ мемлекеттерде өзінің жаңағы тәжірибесімен бөлісіп, Ресей, Өзбекстан, Қырғызстанды айтпағанның өзінде осындай алыс-алыс жерлерде Қазақстанды танытып, өзінің тәжірибесімен бөлісіп, жаңағы докладтар жасап жүрген қазақтың бір бетке ұстар азаматтарының, дәрігерлерінің бірі деп айтар едім. Нейрохирург жағынан айтсам да өте сондай сапалы операциялар жасалып, күрделі операциялар жасалып, науқастар жазылып кетіп, сондай бір жақсы нәтижелерімен кетіп атады. Ол да бізге өте сондай жақсы. Біздің ауруханада науқастардың жазылып кетіп атқаны әр осы мекемеде жұмыс істеп атқан біз әріптестерге өте сондай қуанышты жағдай. Болашақ халықаралық стипендиясының
жаңа кеңсесіне барған кезде мыңжылқы сайлауыштың суретін көрдім. Сол ең жаңағы медицинаның ішіндегі аты танымал, қолы жеңіл, елдің аузында жүрген үлкен кісі. Енді біздің аға буындарымыз болады. Суретін көрген кезде ойладым, осы кісімен таныссам ғой деген бір арман туындады. Сөйтіп, осында келген кезде жаңағы арман шындыққа айналды. Таныстым ол кісімен. Ол кісі бізде енді лауазымы басты кісі болғаннан кейін әйтеуір өзіміздің бөлімшегі сұрақтарына байланысты ол кісінің алдына барамыз. Сол кісі әр кезде жылы қабылдайды. Өзінің кеңесін береді, қолдау көрсетеді. Ешқашан бір бетіңнен қағып, не болмаса жоқ деген сөзін естіген емеспіз. Кіріп келсең, о, медет, келдің ба? Қандай сұрағың бар деп, ол саған көмек қол ұшын созуға дайын тұрады. Білімді, білікті, жан-жақты, көпшіл, сыйлы азамат екеніңіз енді күмән тудырмайды. Бірақ мінсіз адам болмайды деп айтып жатамыз, иә? Сіздің бойыңызда қандай кемшілік бар? Мен ұлдарым қазір өзінің ойын айта алады ғой. Ренжіп айтатындар бар. Для папы мы не важны, для него важна его работа деп. Осы жұмысын қатты көп көңіл бөледі. Сондықтан әрине қазір әйелімнің айтатын нәрсесі, ата-анамның, жалпы халықтың айтатын нәрсесі, сіз халықтың адамысыз ғой дейді. Бір жағынан енді мақтанарлықтай нәрсе, екінші жағынан ол көп міндет жүктейді. Ол көп жауапкершілік жүктейді. Сондықтан егер қиналып тұрған адамға сен дер кезінде қол ұшын созамасаң, ол да бір жауапкершілік қой. Екінші жағынан ол нәрсе ешқашан таусылмайды. Ол көлемі жылдан жылға ұлғайып бара жатыр. Бірақ сол ұлғайған сайын ол нәрсенің барлығы мен уақытымды алатынын мен түсінемін. Әрине қазір эфирді қарайтын кісілер болады, азаматтар, енді көре алған кісілер ғой. Олар егер жұмыс уақытында мазаны алатын болса, жұмыс уақытында жауап берсем, мен жұмыстан кейін сол уақытты жанұяма жарата аламын. Демалыс күндері әрине қазір екі қалаға шапқылауға мәжбүрмін, өйткені Астанаға ауысатын кезде бұл ауруханада квоталардың саны өте шектеулі екенін мен түсіндім. Сондықтан Алматыдағы жасап жатқан жұмысымды еш бас тартпай, өйткені науқастар келеді, операция жасау керек. Оларды егер менің қолымда квота болмаса, мен көмек көрсете алмаймын. Ал менің біліктілігім жай ғана енді Қазақстан халқы үшін сыртта қалайын деп тұрды. Ал айына бір рет Ташкентке барып операция жасаймын, ол жерде науқастар өздері үшін ақша төлейді. Қазақстанда азаматтарының енді сақтандыру жүйесі болғандықтан олардың ақша төлеп операция жасағаны менің ойымша дұрыс емес. Осы жылы 200 адамды біз солтүстіктен Алматыға барып операция жасадық. Мәжбүр болдық, өйткені бұл клиникада квота жоқ. Егер осы ауруханаға келесі жылы көп квота бөлінетін болса, мен жексенбі, сенбі күнгі өзімнің жұмысымды тиімді жоспарлап жанұяма көбірек уақыт бөле аламын. Бірақ оның барлығы енді маған байланысты емес. Нейрохирургия саласын 10-20 жылдан кейін қалай елестетесіз? Нейрохирургия 20 жылда мына дүниежүзілік нейрохирургиямен қатар қадам басып, жасанды интеллект түбінде медицинаға нық келеді, және Қазақстан медицинасында ол өте өзінің орнын айқындай түседі деп ойлаймын. Сонымен қатар мына инсульт алған кісілерде жасанды интеллектінің көмегімен біз жаңа Илон Масктың жасап жатқан, сол сияқты компаниялардың жасап жатқан чиптарын адамдардың миына қондырып, инсульт алып қалып, қол аяғы істемей қалған кісілерді аяғына тұрғызамыз деп ойлаймын. Сонымен қатар жолын үзілген травмадан кейінгі науқастар қазір төсек тартып жатқан, соларды аяғына тұрғызамыз деп үміттенемін. Әрине, клеткалық технологиялар, гендік инженерия, оның барлығы өте тез дамып келе жатыр. Көптеген стартаптар қазір дүние жүзінде жасалып келе жатыр.
онкологияның емі қазір өте жоғары жетістіктерге қол жеткізіп жатыр. Соның барлығы Қазақстанда болады деп мен сенімдімін. Әрине, компьютерлік технологиялар ары қарай дами береді. Медициналық құрылғыларда конкуренцияға байланысты бағасы төмендеп, жалпы халыққа қолжетімді болады деп ойлаймын. Сол күнге жетейік. Иә, Құдай қаласа. Сапарда көп жүресіз, сағаттап ота жасайсыз, күш қуатты қайдан аласыз? Операцияда тұрған кезде де жан-жағымда коллегаларым болады. Сол коллегалармен бірге операция жасап, соның нәтижесіне қол жеткізген кезде, сол нәтижеден мен энергия аламын деп ойлаймын. Конференцияға барған кезде бірінші кезекте мен достарыммен, коллегаларыммен кездесем, өзімнің қарым-қатынаста болған кісілерімнің аумағын кеңейтем. Егер 2009 жылы алғаш конференцияларға Қазақстаннан барып жүрген кезде ешкім танымайтын. Қазақстаннан келді, Қазақстанның қайда? Иран мен Афганистанның жанында ма деп сұрайтын. Ал қазір соңғы конференцияларға барып келдім. 100 адам, 150 адам, 200 адамға дейін танимын. Барлығы сағын құшақтасып амандасады. Мың жыл қалай, Қазақстан қалай болып жатыр деп. Соның барлығы көп күш жігер береді деп ойлаймын. Өйткені коллегаларымызда конференцияға барған кезде шетелге қайдан келдің десе, Қазақстаннан келдім дейді. Қазақстанда біздің досымыз бар ғой деп айтқан кезде, оның барлығы бір қосымша энергия береді. Ән айтқанды жақсы көресіз, жақсы ән айтасыз деп естідік. Сүйікті әндеріңіз қандай? Кеңіз де өнер адамы болған соң, бұл да бір туа біткен бір қасиет шығар, иә, бойыңызға? Иә, бір хоббиларым бірі, қолымыз босаған кезде коллективпен караокеға барамыз. Сахнаға шығып айтатын бір 3 әнім болатын. Сыр самалы деген папамның жазған әні. Ардақты ару деген, жігіт әзілі деген 2 ән болатын. Кейде шетелге барып қалған кезде де, немесе шетелдіктер келіп солай ән айтып қалған кезде, дос туралы жырды жиі айтам. Жан досым дейміз ғой. Сонымен қатар Арыстың жағасында. Бір шумағын сүйікті әніңіздің орындап берсеңіз, көрермендерімізге бір кәде ретінде. Сыр самалы деген папамның жазған әні ғой. Әні де, музыкасы да өзі жазған. Студент болған кезде жиі соны айтатын екен, үйді сағынасын, Қызылорданы сағынасын. Алыс жүрсем дағы ескен сыр самалы, кетпей қойдың бала есімнен. Бір сұлу бар сырда, ақ шолпандай таңда, көрінеді Қызылорда төрінен. Қызылорда менің, Сырдариям менің, ән жүрегім менің, асыл арманым. Сағындым ғой сені, жадыратшы мені, айналайын сырдың самалай. Ай, бәрекелді, доғыл шапалақ. Тұңғыш рет міне біздің көрермендерімізге эксклюзив Мыңжылқы сайлаулы ән айтып отыр. Бұрын соңды ешқайда ешбір сұхбатта ән орындаған жоқсыз ғой? Жоқ дейсің ғой. Есімде жоқ. Жиналыстар, кездесулер, науқастар, олардың өмірі үшін күрес пен шайқастар. Бұл кейіпкеріміз күн түндемей атқарып жүрген салмақты қызметтің бір парасы ғана. Қарбаласқа толы кезекті жұмыс күні аяқталысымен ақ халатты қаһарман үйіне асығады. Білікті маманның жауапты ісін алаңсыз атқаруда жұбайы Лаураның үлесі зор. Бүгінде ол шаңырағын шаттыққа бөлеп, қызметінде де қолғабыс болған ақылшысы, жұмысын үйлестірушісі, тіпті жеке көлік жүргізушісі де. Осыншама міндетті бір өзі абыроймен атқарып жүр.
Мыңжылқы сайлауылы жұмысқа берілген басқа дүниеларға қызықпайды, машина болсын, тағы басқалар болсын. Оған машинадан гөрі өзінің ангиограф аппараты аса маңызды. Оның программный обеспечениялары бар неше түрлі, сол аса маңыздырақ. Сондықтан да мені әдейілеп автошколаға баршы, соны оқып алшы, айдап жүресің, мен личный водителем боласың деп айтқасын. Мен 11 жылдан асты уже рульға отырғаныма. Сөйтіп аэропорттан күтіп алам, аэропортқа апарам, осылай жұмыстан күтіп алам. Бірге баратын жерлеріміз бар, мысалы, кісілермен кездесуге көп жерде осылай барып, әкетіп жүремін. Өзінің тыңдырымды ісімен, мол тәжірибесімен танылған нейрохирургтың жұбайы халыққа білікті психолог ретінде таныс. Кәсібилігімен қатар адамгершілік құндылықтарын берік ұстанатын маманға сұраныс та жоғары. Өз жұмысын жолға қойып, азаматының қызметін де тиімді ұйымдастыра білген жан. Ерлі зайыптылар бірлесе 10-нан астам конференциялар мен форумдар өткізді. Олардың ішінде 25 мемлекеттің өкілдері қатысқан халықаралық деңгейдегілері де бар. Отағасы өмірінің басым бөлігі қызметте өтетіндіктен отбасы үшін бірге өткізген әрбір сәт ерекше бағалы. Қай жерде болса да 1 минут бос уақыты болды ма, сол жерге балаларды тиеп алып машинаға қасына барамын, қасында боламыз. Бос уақыты өте аз болады. Сол кезде балаларды алып картингке барады, жазда жылқылардың үстіне мініп серуендейді. Тауға шыққанды жақсы көреміз. Балалармен бірге сапарға, жан-жаққа шығуға тырысамыз. Бірақта да ол конференцияға қатысады, біз қасында жүреміз, демалып. Бірақ ондай сәттер өте сирек болады. Мен түсінем, күйеуім нейрохирург, ол өлім мен өмірдің арасында жатқан пациенттерді ота жасап, өмірін сақтап қалу оңайға соқпайды. Сондықтан да ешқандай да үйдің шаруасы болсын, тұрмыстық бір жағдайларға байланысты ешқандай басын қатырмаймын. Кейбір жағдайлар болады, отадан өте кеш шығып, үйге келіп 1-2 сағат ұйықтап қана азанда тұрып жұмысқа кетеді. Сол кезде шай тамағын дайындап, жағдайын жасап, тек қана жұмыстан келген кезінде, үйге кіріп келген сәтте қас-қабағынан білемін. Қандай жағдай, қандай күйде, пациенттер көп болды ма бүгін, болған жоқ па, қалай болды дегендей. Біздің Мыңжылқы сайлауылы екеуміздің арамыздағы махаббат ол жоғарыда жазылған деп ойлаймын. Өйткені бір қаладан, бір районнан тұрып, Ресейге барып танысу, ол маңдайға жазылған бір дүние деп ойлаймын. Халықтың қамын ойлап, Қазақстанымызды дамытып, ілгері медицина саласын дамытуға қосып жатқан үлесі зор, соған мен өте қуаныштымын. Әр науқас үшін нәтижелі емнен бөлек жанын сауықтырар жылы сөз бен қолдау аса қажет. Осы қағиданы өмірлік ұстаным еткен Мыңжылқы Бердіқожаев халқының ризашылығы мен алғысына бөленуде. Мінсіз қызметі, адамдығы мен адалдығы арқасында өз саласының майталманы атанған нейрохирургтың сауапты еңбек жолы жетістіктер мен жеңістерге толы. Мәртебелі марапат пен абыройлы атақтың айтулысын иеленді. Алайда ол үшін құтқарылған әр адамның өмірі ең құнды марапат болып қала бермек.